Көп тілді білген дұрыс, көп тілді сөйлеген дұрыс. Ол өте орынды, ол өте дұрыс. Бірақ егер де менің ойым, ол жеке ойым. Егер де сен жаңағы ағылшынша сөйле, қытайша сөйле, орысша сөйле, қандай да тіл болсын, сөйле. Бірақ егер де сен өз қазақ тілінде сөйлей білмейсің, ол көп тілді білген не қажеті бар? Не қажеті бар ол көп тілді білген? Сонда адам, есі дұрыс адам, қазақтың баласы. Өз-өзіне ұстап қою керек. Басқа тілде не қажеті бар егер өз тілінде сөйлей алмасам, өз тілінде сыйламасам. Мен тағы да айтамын, мен басқа тілде сөйлеме деп жатқан жоқпын. Сөйлеңдер. Қаншама тіл біліңдер, ол өте дұрыс. Бірақ ең бастысы өз тілдеріңді құрметтеңдер. Өз тілдерінде сөйлеңдер. Қазақ болсаңдар, одан ешқашан жаман болмайсыңдар. Селеде мода болу керек. Бір-біріне дейін қазақшылардың, қазақи сөйлеулері. Сондықтан айтарым сіздерге балалар, қыздар, жандардың үшін. Қазақ болыңдар, қазақ тілінде сөйлеңдер. Көп тілді біл, бірақ өз тілдеріңді, өз қазақшылдықтарды, қазақтың салт-дәстүрін әлдеқайда бірінші сатыға қойыңдар. Сонда берекелі.